Қайырлы күн оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда функцияның берілу тәсілдеріне тоқталамыз. Функция әртүрлі тәсілдермен берілуі мүмкін. Формуламен, графикпен немесе кестемен. Қазір біз формуламен берілу тәсілдеріне тоқталайық. Функцияны формула арқылы беру, функцияны аналитикалық тәсілмен беру деп аталады. Мысалы, қандайда бір жылдамдықпен 2 сағатта жүрілген жолдың формуласын қарастырайық. Жалпы біз білеміз, жүрілген жол S ол тең болады жылдамдықтың уақытқа көбейтіндісі. Енді біз қандайда бір жылдамдықпен 2 сағатта жүрілген жолдың формуласын қарастырайық. Егер жылдамдықты өзгертсе, онда белгілі бір уақытта, яғни біздің жағдайымызда 2 сағатта жүрілген жол ұзындығы өзгеретін болады. Ендеше осы мысалда жылдамдық тәуелсіз айнымалы. Олай болса, оны x арқылы белгілейік. Ал жүрілген жолдың ұзындығы тәуелді айнымалы. Ендеше оны біз y арқылы белгілейміз. Сонда y тең болады 2x болады. Міне біз жүрілген жолдың жылдамдыққа тәуелділік функциясын осылайша формула арқылы бердік. Енді біз осы формула арқылы x тәуелсіз айнымалысына сәйкес функцияның мәндерін есептеп шығаруымызға болады. Мысалы, x тең болады 40 км сағат болатын болса, онда y тең болады 80 км. Немесе x тең болады 45 км сағат болған кезде, y тең болады 90 км. Және осыған керісінше есепте шығаруымыз болады. Айталық, бізге y-тің мәні берілетін болса, біз оған сәйкес x-тің мәнін осы формула арқылы есептеп шығара аламыз. Егер y тең болады 86 км болатын болса, онда x-ті табу үшін біз y-ті 2-ге бөлеміз. Яғни 86-ны 2-ге бөліп есептейтін болсақ, 43 км сағат болады. Немесе y тең болады 94 км болғанда, x тең болады 94 бөлінген 2 тең болады 47 км сағат болады. Енді кез келген формула функцияны бере ме? Осы сұраққа жауап берейік. Мысалы, y-тің модулі тең болады x деген формуланы қарастырайық. Бұл формула функцияны бермейді. Себебі аргументтің бір мәніне функцияның 2 мәні сәйкес келетіндігін көруімізге болады. Мысал келтірейік. Айталық, x тең болады 3 болса, онда y-тің осыған сәйкес 2 мәні табылады. Y 3-ке және y минус 3-ке тең бола алады. Яғни x-тің бір мәніне y-тің 2 мәні сәйкес келіп тұр. Ендеше ол функция бола алмайды. Функция болу үшін аргументтің бір мәніне функцияның бір ғана мәні сәйкес келу керек. Формуланың көмегіменен функцияның өспелі немесе кемімелі екендігін оңай анықтауға болады. Мысалы, мынандай функцияны қарастырайық. Y тең болады 3x азайтылған 5. Осы функция өспелі ме, кемімелі ме, соны тексеріп көрейік. Анықтамасы бойынша, егерде аргументтің үлкен мәніне функцияның да үлкен мәні сәйкес келетін болса, онда функция өспелі болады. Ендеше біз x1 үлкен x2 мәндері үшін y1-ді және y2-ні табайық. Сонда y1 тең болады 3x1 азайту 5 және y2 тең болады 3x2 азайту 5-ке. Енді біз y1 азайтылған y2 айырмасын қарастырайық. Яғни 3x1 азайту 5 алынған 3x2 азайтылған 5. Жақшаны ашып ықшамдайтын болсақ, 3x1 азайту 5 азайтылған 3x2. Мынау жақшаны ашқанда 5-тің алдындағы минус таңбасы, жақша алдындағы минус таңбасымен плюске ауысады, плюс 5. Тең болады, минус 5 пен плюс 5 қысқарып кетеді. 3x1 азайтылған 3x2 өрнегінен 3-ті жақшасына шығарсақ, x1 азайту x2 болады жақша ішінде.
Енді біздің шартымыз бойынша x1 үлкен x2 болғандықтан, яғни x1 x2-ден үлкен болғандықтан, x1 азайтылған x2 өрнегінің мәні 0-ден үлкен болады. Ендеше y1 азайтылған y2 өрнегінің мәні, мына өрнектен қарайтын болсақ, x1 мен x2-ның айырмасы 10 болса, оң сан мен 3-тің көбейтіндісі тағы да оң сан болады, яғни 0-ден үлкен болады. Бұдан шығатын қорытынды y1 үлкен y2-ден. Ендеше аргументтің үлкен мәніне функцияның да үлкен мәні сәйкес келіп тұр. Олай болса, бұл функция өспелі функция. Сонымен қатар біз формула бойынша функция графигінің x өсімен, яғни абсцисса және ордината осьтерімен қиылысу нүктелерінде оңай таба аламыз. Мысалы, y-тен болады 3x азайтылған 5 функциясының координата осьтерімен қиылысу нүктелерін табайық. Біз функцияның графигі егерде абсцисса осін қиятын болса, сол қиылысу нүктесінің ординатасы 0-ге тең болатындығын білеміз. Ендеше, OX өсімен қиылысу нүктесін табу үшін y-тің орнына 0-ді қойып, x-ті есептейтін боламыз. Яғни 3x азайтылған 5 тең болады 0-ге. Бұдан 3x-тің 5-ге тең екендігін табамыз. Ендеше, x тең болады 5 бөлінген 3-ге. Яғни 1/3-тен 2-ге тең. Ендеше осы функция графигінің абсцисса осімен қиылысу нүктесі координатасы 1/3-тен 2-де 0 нүктесі екен. Енді біз осы функция графигінің y осімен қиылысу нүктесін табайық. Ол үшін біз x координатасының орнына 0-ді қоямыз. Ендеше y тең болады 3 көбейтілген 0 азайтылған 5 тең -5-ке. Олай болса, функция графигінің y осімен қиылысу нүктесі 0-де -5 нүктесі. Сонымен қатар біз формуланың көмегіменен аргументтің қандай мәнінде функция оң мәндерді немесе теріс мәндерді қабылдайтындығында таба аламыз. Мысалы, тағы да осы y-тен болады 3x-5 функциясын қарастырайық. Осы функцияның мәні теріс болатындай x-тің мәндерін тауып көрейік. Ол үшін 3x азайтылған 5 кіші 0-ден теңсіздігін шешеміз. Яғни 3x кіші болады 5-тен, x кіші болады 5 бөлінген 3-тен. Немесе x кіші болады 1/3-тен 2-ден. Демек, минус шексіздікте 1/3-тен 2 аралығында жатқан барлық x-тар үшін осы функцияның мәні теріс болады екен. Енді мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал, функциялардың анықталу аймағын табыңыздар. Бізге 2 функция берілген. Бірінші, y-тен болады 3-тен 1x қосылған 5. Бұл функцияның анықталу аймағы барлық нақты сандар жиыны болып табылады. Яғни x тиісті минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Себебі біз барлық нақты санды 3-тен 1 деген санға көбейте аламыз. Енді екінші мысалды қарастырайық. Y-тен болады 3 бөлінген x қосу 2. Бұл функцияның анықталу аймағын табу үшін біз бөлшектің бөліміне назар аударамыз. Бөлшектің бөлімінде x қосылған 2 өрнегі тұр. Бұл өрнектің мәні еш уақытта 0-ге тең болмау керек. Себебі біз санды 0-ге бөле алмаймыз. Егерде x қосу 2-нің мәні 0-ге тең болмау керек болса, ендеше x-тің мәні -2-ге тең бола алмайды. Олай болса, осы функцияның анықталу аймағы x тиісті болады минус шексіздіктен -2-ге дейін, -2 мәні кірмейді, және бірігу -2-ден плюс шексіздікке дейін. Енді екінші мысалды қарастырайық. Аргументтің берілген мәніне сәйкес функцияның мәнін табыңыздар. Бірінші жағдайда x-тен болады 1782 болғанда, осы аргументтің мәніне сәйкес y-ті табу үшін, яғни функцияның мәнін табу үшін, біз мынау формуладағы x-тің орнына апарып 1782-ні қойып есептейміз. Сонда 3-тен 1 көбейтілген 1782. Қосу 8 бар формулада тең болады. 1782-ні 3-ге бөлсек 594,
шығады. Қосамыз 8-ді, сонда функцияның мәні 602-ге тең болады екен. Енді екінші жағдайда x тең болады 3-тен 2. Осыған сәйкес y-ті табатын болсақ, яғни формуладағы x-тің орнына 3-тен 2-ні апарып қойсақ, 3-тен 1 көбейтілген 3-тен 2 қосу 8 деген шығады өрнек. 3-тен 1 мен 3-тен 2-нің көбейтіндісі 9-дан 2-ге тең болады 8 бүтін 9-дан 2-ге. Сонымен аргументтің 3-тен 2-ге тең болған жағдайында функцияның мәні 8 бүтін 9-дан 2-ге тең болады екен. Келесі мысал, аргументтің қандай мәнде функцияның мәні теріс болады деп сұрап тұр. Бізге y-тен болады минус 2x қосылған 8 деген функция берілген. Яғни бұл есепті шығару үшін біз минус 2x қосу 8 кіші 0-ден деген теңсіздікті шешуіміз керек. Минус 2x кіші болады минус 8-ден, яғни x үлкен болады минус 8 бөлінген минус 2-ден. Ендеше x үлкен болады 4-тен. Олай болса, аргументтің 4-тен плюс шексіздікке дейінгі барлық мәндерінде функцияның мәні теріс болады екен. Міне оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда функцияның формула арқылы берілуін қарастырдық. Өздеріңіз үйден осы есептерді шығарып көріп, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сау болыңыздар.